Баршаңызға сәлем, сіздермен Үрбіш Әмірқызы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бұрын соңды жасап көрмеген өте ерекше ас әзірлейтін боламыз. Ерекшелігі сонда, мұнда картоп пен етті қамырдың ішінде бұқтыратын боламыз. Иә, көріп тұрғандарыңыздай, қамырдың ішінде тағам әзірлейміз. Сондықтан видеоның соңына дейін көріп, мұқият тыңдаңыздар. Алдымен етті орташа көлемде турап аламыз. Мендегі сиырдың еті мейлінше қой немесе сиырдың еті болған дұрыс. Ал жылқының еті жұмсақ пісу үшін 2,5-3 сағатты талап ететіндіктен оны ұсына алмаймын. Және құйрық май, ет майлы болмағандықтан міндетті түрде құйрық май қосамын және оны осылай ұсақтап тураймыз. Пиязды да ұсақтап тураймыз. Пияздың мейлінше көп болғаны жақсы, себебі тағамның сочын, яғни сулы болып пісуі дәл осы пиязға байланысты. Барлығын турап болған соң дәмдеуіштерді қосамыз. Тұз, қара бұрыш, зіре, соевой соус барлығын қосып, жақсылап араластырамыз. Яғни біз салмамызды маринаттадық. Сосын бетін жауып, тоңазытқышқа кемі 2-3 сағатқа қойыңыз. Немесе бір түнге қалдырсаңыз болады. Сонда сіздің еттеріңіз жұмсақ болып піседі. Етіміз маринатталып дайын болды деген кезде ғана қамыр илейміз. Ол үшін су, ерітілген сары май, тұз салып, кішкене араластырып аламыз да, ұнды қосып қамыр илейміз. Қамыр тым жұмсақ болмау керек және тым қатты болмау керек. Орташа көлемде болған жақсы. Қамырдың июін қандырып, жақсылап созып илеу керек. Егер де қолыңызға қамыр жабыспаса, ол дайын болды деген сөз. Кішкене демалдыру үшін бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Сосын қамырды теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Бөліп алған соң, әрбір шетінен тағы да аздап кішкентай қамырдан бөлеміз. Қамырымызды түйіндеп зуалалап болған соң, жаюға ыңғайлы болу үшін тағы да 5-10 минутқа бетін жауып демалдыруға қоямыз. Осы аралықта тоңазытқыштағы осы маринатталған етімізді алып, оның үстіне қосымша картопты тураймыз. Картоптың көлемін осы еттің көлемімен бірдей етіп турау қажет. Аздап тұз себіп, араластырып жіберіңіз. Қамырды жұқа не орташа етіп емес, қалың етіп жаямыз. Шамамен 3 мм шамасында. Және де етті салуға ыңғайлы болу үшін осындай кішкентай кесені пайдаланасыз. Және ішіне орналастырып бірінші көріңіз. Сырт жағына қарай қамыр 1-2 сантиметрде шығып тұруы қажет. Достар, ыдыс таңдағанда да осындай кішілеу көлем таңдаңыздар. Сорпа ішетін үлкен кесе таңдауға кеңес бермеймін. Біріншіден оған көп ет кетеді, екіншіден көп салма салғаннан кейін жаңағыдай қамырыңыз көтере алмай жалпайып кетуі мүмкін. Бір-екі қасық су құямыз және екінші қамырымызды бетіне жауып, екеуін бір-біріне жабыстырамыз.
Жабыстырып болған соң міндетті түрде соңынан қайтара басып шығыңыз. Бірде-бір тесік жері қалмауы тиіс, және әдемілік үшін шетін өрілген сияқты етіп осылай істеп шығыңыз. Пергамент қағаз төселген пештің табасына орналастырыңыз. Егер де қағаз болмаса, астына ұн сепсеңіздер болады. Жұмыртқаны жағамыз және қызып тұрған пеште 160-170 градуста 40-45 минутта пісіп шығады. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өз градустарыңызды бақылап отырыңыздар. Не достар, қараңыздар, тағамыз пісіп шықты. 40 минутта қамырым күйіп кетеді деп мүлдем уайымдамаңыздар. Менікі 45 минут тұрды. Астын қараңыздар, толықтай піскен. Бір жері кішкене тесіл қапты, сол жерінен су ағып, ыстық болып тұр, қол күйдірердей. Тура бір кесенің ішіне салып қойғандай етіп шыққан. Қазір ортасын кесіп көреміз. Вау, қараңыздар, қандай керемет сорпасы шығып тұр. Әрине, иісін экран арқылы жеткізу мүмкін емес, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Еті де, картопы да піскен, өте тамаша. Бұл тағамға есім бере алмадым, тек қана картоп пен етті қамырдың ішінде бұқтыру дедім. Инстаграм желімде бөліскен кезде кейбір оқырмандарым кесенің ішінде ас әзірлеу деген сияқты нұсқаларды ұсынды. Сіз қандай есім ұсынар едіңіз? Төменде пікірде күтемін. Құрметті көрермендер, видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар және тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы, келесі видеода кездескенше.